Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі дастарханыңыздың көркін ашатын, құрамы қол жетімді заттардан тұратын рулет дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын осылай бөліп алатын боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап жоғарғы жылдамдығына дейін біртіндеп қоса отырып осылай миксерлеп шығамыз. Біздің массамыз осылай 2-3 есе ұлғайғаннан кейін үстіне қантымызды 2-3 бөлікке бөле отыра миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Күн сайын менің каналымда шығып отыратын жаңа видео рецепттерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Осылай аппақ болып көпіргеннен кейін жұмыртқаның сарысын бірте-бірте осылай қосып миксердің көмегімен араластырып шығамыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап бір араластырып шығамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға разрыхитель қосып, осылай күрекшенің көмегімен жақсылап астынан үстіге қарай араластырып шығамыз. Дайын болған массамызды алдын ала қызған пеште 180 градуста 15 минутта пісіреміз. Бисквитіміз дайын болғанға дейін кремін дайындайтын боламыз. Бізге кремге сметана және де вареный сгущенка қажет болады. Осылай миксердің көмегімен жақсылап бір араластырып аламыз. Креміміз дайын, жаңағы бисквитіміз пысқаннан кейін осылай орап суытып аламыз. Суығаннан кейін ішіне кремімізді жағып орап шығатын боламыз. Рулетіміз дайын, бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен сахарный пудра сеуіп шықтым. Біздің рулетіміз дайын болғаннан кейін 2-3 сағат холодильникте тұру керек. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Менің видео рецепттерім сіздерге ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Жансая.